Dostlar, менің kanalıma қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен бірге хит салаттардың бірі цезарь салатын жасайтын боламыз. Алдыменен тауықтың сүбе етін алып, паприка сеуіп, кептірілген сарымсақ, сұйық май құйып, тауығымызға жақсылап жағамыз. Сосын қызып тұрған табада екі жағын пісіріп аламыз. Міне екі жағын аударып тұрып, жақсылап пісіреміз. Жанында жұмыртқамыз пісіп жатыр. Енді оған дейін багетімізді алып, майдалап турап, оған паприка менен сұйық майды араластырып құямыз. Оны қызып тұрған пеште қызарғанша пісіріп аламыз. Достар, менің рецептерім ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария бөлімінде өз пікірлеріңізді қалдырып кетсеңіздер болады. Енді біз салатымыздың соусын жасайтын боламыз. Ол үшін бізге үкіштен өткізген ірімшік, сарымсақ, майонез, тұз, қарабұрыш, сұйық май және де лимонның шырыны керек болады. Осылардың бәрін блендердің көмегімен езіп аламыз. Айсбергті осылай турап аламыз. Үстіне соусымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Üstüne çeri pomidorımızды, жұмыртқамызды ортасынан тең бөліп саламыз. Міне тауығымыз да әдемі болып пісті. Оны да ұзыншалап турап қосамыз. Қытырлақ нандарымызды қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Міне салатымыз дайын болды. Өте дәмді. Мерекелік дастарханымыздың сәнін келтіреді. Менің видеом ұнап жатса, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Менімен видеоның соңына дейін бірге болғандарың үшін рахмет.